Сіздермен бүгін үгілмелі қамырдан жасалатын өте дәмді және жұмсақ болып шығатын рогаликтер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 100 грамм қаймақ, 100 грамм сары май, 3 грамм қопсытқыш, 3 грамм тұз қажет болады. Ұнымызға майымызды саламыз және қопсытқышымызды, тұзымызды салып илейміз. Сары майымыз үй температурасында болуы қажет. Үстіне қаймағымызды салып, жақсылап тұрып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 10 минутқа тындыруға қоямыз. Тынған қамырымызды дөңгелек қылып жаямыз. Дайын болған қамырымыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Үстіне қант себеміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді және үгіліп шығатын рогаликтер.